Бәйнеселем достарым. Сіздермен бірге Яратыл Бейсенбай және Сенбек Аванай. Біз енді Map White деген біздің күшті бір әлеміміз бар да. Иә. Білесің бе қандай екенін? Айтпа. Подарка. Мен неге осылай істедім деп ойлайсыздар? Өйткені мен осы жерге секіріп қалып өлдім ана жерден. Қараңыздар, үсіл. Сосын барып, ұшып барып, қайда кетті? Ярасыз мырза, бұны сіз өзіңіз салдыңыз ба? Жоқ, МКП Мастер. МКП Мастерден өзіме скачать етіп алдым, қалғандарын өзім ойнап солай жалғастырдым. Мына алмаз соның бәрін өзім таптым. Білесіз ғой топ тұрғанды? Иә. Ал, міне, это мысық. Золотой слитка тауып едім. Топы бар еді ғой менде. Топы. Мынау. О, мынауым бар. Тауып едім. Анда барамыз да. Мен күшті істеп жатырмын. Қараңыздар. Ақында жазушылар сол заманның әлеуметтік жағдайын жат келген, сол заманның айнасы ретінде қазақ халқымызда өте киелі бес арысымыз бар. Бес арымыздың тәртібін айтып өтсек, ең біріншісі Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Мағжан Жұмабаев, Шәкәрім Қыдырбайұлы, Пирамида! Шанку. Міне, өзім мынандай бір сақа бар. Сіздерге ұнамаса да лайк басып тұрыңыздар. Иә. Жаман нәрсе екен ғой. Күшті нәрсе деп ойладым, сен? Келесі сандықты. Рахмет. Рахмет. Кім болса да саған рахметтік қойыңыз. Салмағын. Білмеймін, МКП Мастерден көшіп алдым да өзім ойнап. Рахмет, пешіне. Ема, ұмытпаспын. Пешіне. Мында? Мында не? Ештеңе. Тіпті жүре де алмайды екем. Қолда отырам деген. Мына жерде бір тесік бар. Ана жерде сундук бар. Құлыпта. Зажигалка. Сорпа. Садақ оға аталам енді. Күшті ол. Садақ қайда бұна? Базар қойсы қақып түсем. Эндермен. Мен бұған бара алмаймын. Көдеме. Болды ма?
Бәлем бутылкама аралап шықтым. Бұрынғы заманда малшылардың бір жеңі ұзын болған шапандардың оның екі нұсқасы бар. Біріншісі олардың жеңі ұзын болу себебі баяғы заманда қолға болмағандықтан бір қолына ол ұстайтын заттар ыңғайлы болу үшін Bunlar ne koysam? бір жағы бір жағы қысқа болған. Ал Kız bizi sildi. келетін болса ол малшылар Kalksın bana. дауыл жететін болғандықтан олардың жаңағы қасқыр шабатын малға қосқанда жаңағы ұзын жеңін олар қасқырдың аузына беретін болған. Сол кезде қасқырдың тісі қаңсып малшы аман қалған. Экранға назар аударамыз. Дос балалы. Қазақ арасын ешқашан аяқпен айнамаған. Сондықтан шектеген бір жеңіл ұзындау емес. Оны мал айдауға пайдаланған. Karpuz. Ola. Күн тұрғанмен қандай сұрақтар қоятын. Жақсы, рахмет қошеметтеріміз. Кезек жұлдызына. Кезек жұлдыз ханымда. Актриса Лидия Каденова сұрақ қояды. Қыз баланы тұрмыстық өмірге дайындаған кезде үлкен тәрбиелік мәні зор дүниелердің бірі ол табақ тарту. Сыйлы қонақтар келгенде дәрежесіне қарай мөлшерлеу. Менің сұрағым, қызым, қандай тартылатын табақтар түрлерін білесіз? Ал жұлдыз. Табақ түрлерін айта кетсек, жай табақ, Bunlar жұмсақ kızsın. сый табақ және қос табақ. Бас табақ жайлы айтатын болсақ, бас табақ яғни үлкен кісілерге беріледі. Үлкен кісілерге ең бастысы бас деп беріледі. Малдың, қойдың басын. Жай табаққа көбінесе жастарға береді. Yemeğinin Қабырға, күшті болады. омыртқа деген. Yemeğin ең бірінші тапылған жері мұнда весті болмес. Көбінесе құдаларға берді. Төністің күлді бана. Экранға назар. Түсіндім. Мен көтір оғым күлді. Достарым, кешіңізде мен күшті нәрсе істеймін келеді. Мынау. Беташар табақ, жезде табақ, жеңге Ой. табақ, сый табақ. Менің мирас қалай ойнап жатырғанын көріп жатсыздар. Күшті ойнап жатқан көріп жатсыздар да. Иә. Қазақстан облысы. Бізге сұрақты тәуекел Муслим қояды. Көшпенді халық ұзақ жолға шыққанда қымыз қымыран айран шұбатты тасымалдау үшін көлемді арнайы ыдысты пайдаланған. Ол ыдыстың қасиеті құйылған сүйектікті тоңазытқышта тұрғандай салқындатып бастапқы қалпында сақтайды екен. Олай болса сіздерге сұрақ, ол ыдыстың аты не және неден жасалған? Ол ыдысты теріден жасайды, теріден тігіліп жасалынады. Оның ішінде айран, шұбат, сүт өнімдерін сақтауға болады. Бәрекелді, олай болса, дұрыс жауапты тыңдайық. Бұл ыдыс саба деп аталады. Оны малдың терісінен арнайы бабын келтіріп жасайды. Енді мен күшті ойнап мен ана қалып келіп бар. Сертін өткенде мен ана қадамап өткеге алам. Мына күшті алмазал толтырып қойған, мен мұнда бәлең алмас таптым. Мына нән қалы таумасыда. Ден олай? Иә. Ям емес, я деп тұрсты. Нормально açış. Енді иә деп айтып қой. Hadi ям дейсің. Ям деген жоқ. Кім істесем болады? Кім істесем болады? Түр жақсы. Керек болды. Маған керек қой.
сүйікті жары Әйгерімнің шын аты кім? Gavhar. Gavhar ayting, Gavhar. Әйелінің аты Gavhar. шын есімі Әйгерімнің Шүкіман. Шүкір аман деген мағынада берілген. Qabanbay mı? Абай. Абай атамыз ең бірінші осы Шүкіманды көрген кезде Айгерім деп таңдалған екен. Сол себепті саған осы есім жарасады деп Айгерім деп атап кеткен екен. Көпчіліңді бізден. Айнұр ханым дұрыс жауабын айтып өтсеңіз. Абай атамыздың сүйікті жары Әйгерімнің шын аты Шүкіман. Абай атамыз Әйгерімнің сұлулығына, үлкендігіне қатты таңғалып, Әйгерім екенін таңсанып, содан Шүкіманның аты Әйгерім аталып кеткен екен. Тереза, сізге сұрақты Күшті болып танысақ, келесі серия, бір серия, екі серия, үш серия болып бөлінеді. Енді 30 серияға түсіріп жасам, лайк көп жиналатын сияқты. Видео көптілі бәлен лайк. Енді мен келесі видеосын тағы түсірем, бүгін түсіріп тастайым, ертең бе бәрібір түсірем. Бүгін Bir vaqtda түсіре берем деп. Biz kеше бүгін таңертең қала жасап салған болатынбыз. лайк жоқ бірақ. Иә. Мынандай да бар ма не? Най? Білмеймін. Тек су. Мына бізге не керек? Күшті. Көбіне саған екен де? Иә. Бақын осылай басқан жоқ ма? Мұнда бірдеңе істегісі келген бе, істей алмаған. Дұрыс. Солай шығар. Солай ғой. Мен мына яқты білмеймін. Әйтей салуы да мүмкін. Қызы үшін бе? Анда нелері Эндермен. эндермендер. Өлтірейік пе? Давай. Беке қойған адам қуатын айтайын. Эндер жемчуг. Мұны өзім таптым да. Мына өлтіріп, әсіресе сені. Сен құтыны. Ал достарым, келесі серия. Al dostlarım. Çıkın.